Сәлеметсіңдер ме, балалар? Казахстане, жыл сайын каждый год 5,5 миллион тонна тұрмыстық қалдық жиналады. Оказывается, в Казахстане каждый год собирается 5,5 миллион тонн бытовых отходов. Біздің тақырып қалдықсыз өмір сүрейік. Давайте жить без отходов. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі үтірдің орны туралы білім аласың. Узнаете, почему и в каких случаях ставится запятая в предложении. Это грамматикалық тақырып, және қалдықсыз қалай өмір сүруге болатыны туралы сөйлесеміз. Поговорим о жизни без отходов. Жаңа сөздер: қалдық, отход, остаток, өнім, продукция, изделие, выработка, өндірістік, производственный, еру, плавиться или таять, шіру, гнить, разлагаться, улы заттар, ядовитые вещества. Сөздіктеріне жазып қойыңдар, балалар. Осы сөздерді бір қайталап өтейік. Қалдық, өнім, өндірістік, еру, шіру, улы заттар. Қанеке, осы сөздермен сөз тіркестерін құрап көрейік. Сөз тіркестері словосочетание. Давайте попробуем составить словосочетание. Мысалы, өндірістік қалдық, производственные отходы. Өнімнің қалдығы, остатки или отходы какой-нибудь продукции. Пластик ериді, пластик плавится. Шыны шірімейді, шыны, стекло, шірімейді, не разлагается. Улы заттар бөлінеді, ядовитые вещества бөлінеді. От слова бөлу, разделять, выделять. Значит, улы заттар бөлінеді, выделяются ядовитые вещества. Сөйлесейік. Бірінші тапсырма, 157 бет. Сұрақтарды көшірмен талқыла. Қазір осы сұрақтарды талқылаймыз. Давайте разберем эти вопросы. Мысалы, қалдық дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Как мы понимаем слово қалдық? Отход или остаток? Мысалы, қараңдаршы. Қандай қалдықтар болуы мүмкін? Мынау не? Мынау алманың қалдығы. Это остаток, огрызок яблока, да? Остаток. Яғни тағамның қалдығы болады. Значит, бывает, чаще всего в быту, это пищевые остатки, балалар? Келесі, қандай тағда? Не? Табиғи қалдық. Табиғи қалдық дегеніміз не? Что такое природные отходы? Ойланайық, балалар. Давайте подумаем. Жақсы. Өндірістік қалдық дегеніміз не? Өндірістік қалдық. Производственные отходы. Ну, здесь мы знаем, біз білеміз, өндірістік қалдық деген не нәрсе екенін. Енді, еш қалдықсыз өмір сүруге бола ма, балалар? Қалдықсыз, без отходов, өмір сүру, жить. Еш – это отрицание. Мы с вами проходили, да, это местоимение, отрицательное местоимение. Можно ли жить без отходов? Осы сұрақтарға ойланып толғанып жауап беру керек. Ребята, на эти вопросы нужно вам ответить. Мысалы, мына мәтінді қарайық. Ерболдың ұсынысымен таныс. Это ұсыныс предложение, это предложение Ербол. Оқимыз, тыңдаймыз. Тыңдаймыз, слушаем, оқимыз, читаем. Қазіргі уақытта жер бетінде көптеген қалдық түрлері бар. Сейчас, в данное время, жер бетінде на земле көптеген қалдық, отходы, түрлері, виды есть. Есть очень много видов различных отходов на земле. Олар пластикалық заттар, электроника, құрылғы
құрылғылар, это приборы. Жиһаздар, мебель, киім мен тамақ, еда и одежда. Осылардың ішінде пластик заттар қоршаған ортаға зиянын көп тигізеді. Қоршаған орта, мы знаем, это окружающая среда, көп тигізеді. Зиян, вред. Значит, очень много вреда приносит что, ребята? Пластиковых заттар, пластиковые предметы. Ашық далада жатқан пластик заттардан улы зат бөлінеді, шірімейді. То есть пластик, ребята, мы только что проходили это новое слово, шірімейді, отрицательная форма глагола. То есть он не разлагается, и одан улы зат бөлінеді. Он выделяет, что, ребята, улы зат? Правильно, ядовитые вещества. Ашық далада, где? То есть в открытом пространстве, да? То есть в степи, на улице, в лесу. Особенно часто, когда люди идут отдыхать, они не убирают за собой и оставляют пластиковые бутылки. Мысалы, гүл отырғызатын ыдыс, моншақ, сәндік бұйымдар пластиктен жасалады. Например, эти все предметы сделаны из пластика. Менің ұсынысым, мое предложение, ұсыныс это предложение. Қалдық заттарды қайта өңдеу керек. Ребята, мы знаем слово қайта өңдеу. Нужно что делать? Перерабатывать. Сонда біз зиянды қоқысты жоямыз, уничтожим, әрі пайдалы жаңа өнім аламыз. Сонда тогда мы уничтожим зиянды қалдықтарды, вредные отходы, әрі, вот это слово, союз мы проходили, и также и мы аламыз, приобретем жаңа өнім, новую продукцию. Алдымен пластик заттарды қолдануды азайту керек. Ребята, слово аз это мало, азайту, что уменьшить. Алдымен нужно уменьшить использование пластиковых предметов. Мысалы, пластик ыдыстың орнына қағаз ыдыстарды қолданған дұрыс болады, будет правильнее использовать. Да, ребята, қағаз ыдыстар, бумажную посуду вместо пластиковой посуды. Целлофан қалтаның орнына, ребята, целлофан қалта это целлофановые пакеты. Орнына қағаз қалта шығару керек. Нужно выпускать, шығару керек, от слова выходить, шығару керек, выпускать, қағаз қалта. Одан кейін пластик ыдыстарды қайта өңдеп, пайдалану керек. А еще пластиковую посуду нужно қайта өңдеу. Заново, снова что делать? Перерабатывать, пайдалану керек и пользоваться ими. Деп ойлаймын, так я думаю. То есть кавычки закрываются, запятая, то есть это прямая речь. Да? Жақсы балалар, мәтінді біз оқыдық және аударып түсінуге тырыстық. Жаңа сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Өздерің сами самостоятельно еще раз, тағы бір рет, еще раз мәтінді оқып шығыңдар, прочитайте текст. Жауап берейік. Қанеке, мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер өздерің. Самостоятельно ответьте на данные вопросы. Өздерің сами. Жер бетінде қалдықтың қандай түрлері бар? Қандай түрлер? Какие виды есть қалдық отходов? Қалдықтардың қандай түрлері өте зиянды? Очень вредные. Какие виды остатков очень вредные? Неліктен? Почему? Зиянды пластик қалдықтары қалай азайтуға немесе жоюға болады? А как можно азайтуға, уменьшить или вообще уничтожить пластиковые отходы? Пластик заттардан не істеуге болады? А что можно делать из пластиковых предметов? И мысалы, да, вот мысалы, посмотрите, мына суреттерге. Мысалы, біз білеміз,
пластик заттардан өте көп дүние жасауға болады. Өте көп дүние, очень много предметов. Мынаны қараңдар. Сырға, тағы не? Алқа, да? Вот алқа. Яғни пластик бөтелкеден гүлдер, алқа, қарындаш салғыш. Міне көрдіңдер ме? Қарындаш салғыш. Вот еще қарындаш салғыш. Сырға, ыдыс. Міне ыдыстар. Құстарға ұя жасауға болады. Ақша жинайтын міне копилка дейді, осындай заттарды жасауға болады екен. Жақсы балалар. Келесі есте сақтап көрейік. 5-ші тапсырма 159-шы бет. Қараңыздар. Тапсырма. Задание. Сөйлемдерді оқы, прочитай предложение. Үтір, запятая. Үтірдің қойылу себебі туралы ойлан. Подумай, почему ставятся здесь запятые? Сөйлемге сұрақ қойып көр. Поставь вопрос и определи. Давайте поработаем теперь над этим. Пластикпен моншақ, жүзік, түйреуіш жасауға болады. Из пластика можно жасауға болады сделать бусы, там кольца и так далее. Қанеке. Вот моншақ үтір, жүзік үтір. Сұрақ қойып көрейікші. Давайте зададим вопрос к данным словам. Нелер жасауға болады? Что можно сделать? То есть, это что у нас? Они выражены существительным. Зат есім. Являются в предложении толықтауыш, дополнением. Да? Келесі. Пластик оңай майысады, ериді, тез қатады. Пластик быстро ломается, плавится и быстро твердеет. Қандай сұрақ қоямыз? Какой вопрос мы зададим, ребята? Дұрыс, правильно. Не істейді. То есть это у нас етістік, это глагол. То есть в данном случае баяндауыш. Дальше. Мына пластиктер мөлдір жұмсақ, иіссіз. Эти пластики, они какие? Мөлдір прозрачные, бывают мягкие и иіссіз, без запаха могут быть пластики. Сұрақ қандай қоямыз? Қандай? Қандай олар? Бұл сын есімнен жасалған. Это прилагательные, в данном случае являются баяндауыш, сказуемыми. А теперь какой, ребята, сделаем вывод? Смотрите. Бірыңғай мүшелер жалғаулық шлаусыз келгенде үтір қойылады. Когда однородные члены предложения, в данном случае моншақ, жүзік, түйрегіш, это однородные члены предложения, выражены существительным и являются дополнением в предложении. Поэтому называется однородные члены предложения. Задается один и тот же вопрос и образованный из одной и той же части речи. Если они в предложении идут без союза, между ними ставится запятая. И поэтому они называются однородными членами предложения. Сондықтан, балалар, майысады, ериді, тез қатады. Это однородные члены предложения, выраженные глаголом етістік, являются каким? Баяндауыш, сказуем, однородные, сказуемые, да? Выраженные глаголом. Мына жерде мөлдір, жұмсақ, иіссіз. Однородные тоже баяндауыш, бірыңғай баяндауыш, однородные, сказуемые. Почему? Потому что мы знаем, что сказуемое в казахском языке всегда стоит в конце предложения. Но это сказуемое выражено чем? Сын есім, прилагательным. Вот так оно может быть, ребята. Значит, еще раз повторим. Бірыңғай мүшелер жалғаулық шлаусыз келгенде үтір қойылады. Когда однородные члены предложения используются без союзов, между ними ставится запятая. Жақсы балалар, келесі мысалға көрейік. Посмотрим следующий пример. Мысалы, пластикті кәдесый жасауға болады. Мысалы, стоит запятая. Мы не можем к нему задать вопрос. Почему? Ребята, потому что это қыстырма сөз. Это потому что это вводное слово. А к вводным словам у нас вопросы мы не задаем.
что и в казахском, что и в русском языке вводные слова обособляются запятой. Сөйлемнің басында тұрған қыстырма сөзден кейін үтір қойылады. Видите? Қыстырма сөз – вводное слово. Значит, если слово стоит в начале предложения, после него ставится запятая. Есте сақтаңдар. Запомните, ребята. Үй жұмысы. Өз ұсынысыңды жаз. Напишите свое предложение. И заодно в данном случае вы пишите предложение, используя однородные члены предложения. Пластикті қайда қолдануға болады? Где можно использовать пластик? Пластиктан қандай заттар жасалады? Какие вещи можно, предметы сделать из пластика? Пластмасса қай жерлерде көп қолданады? Где чаще всего используется пластмасса? Пластиктен қалдық қалмау үшін не істеу керек? А что нужно делать, чтобы отходов не было из пластика? Бұл сендердің жазба жұмыстарын. Это ваша письменная работа. Келесі устная работа. Мы уже начали работать с этими вопросами, а вы должны самостоятельно устно ответить на данные вопросы. Тапсырма түсінікті болса, балалар, тапсырманы орындаймыз. Сау болыңдар.